Өмірді өзгерту бір күнде болатын нәрсе емес. Ол кішкентай, бірақ тұрақты қадамдардан басталады. Сен қазір ізденіп, сұрақ қойып жүргеніңнің өзі өзгерістің басталғаны. Қазір сіздермен нақты, шынайы қадамдармен бөлісейін. Ең алдымен қазіргі өміріңді адал қабылда. Өзіңнен сұра. Маған не ұнамайды? Не ауыртпалық болып тұр? Қай жерде өзімді жоғалтып алдым? Қағазға жаз. Жазу ойды тазалайды. Екінші, не өзгерткің келетінін нақтыла. Жақсы өмір емес, нақты. Қандай жұмыс? Қандай қарым-қатынас? Қандай күй? Мысалы, бақытты болғым келеді деп емес, нақты. Өзімді бағалайтын, тыныш қарым-қатынасым болсын. Біздің миымыз нақтылықты қажет етеді. Үшінші, өзіңе жауапкершілік ал. Бұл ең қиын, бірақ ең күшті қадам. Менің өмірім үшін жауапты менмін. Бұл өзіңді кінәлау емес. Бұл билікті өз қолыңа алу. Төртінші, кішкентай әдеттерді өзгерт. Үлкен өзгеріс күнделікті ұсақ істерден тұрады. Мысал, күнде 10 минут оқу. Телефонды ұйқы алдында 1 сағатқа өшіру. Өз-өзіңмен жалғыз 5 минут болу. Бесінші, өзіңді басқа адамдармен салыстырма. Сенің жолың, сенің уақытыңмен. Салыстыру өзіңді баяулатады. Өз-өзіңе сенімсіздік тудырады. Кеше қандай едің, бүгін қандайсың, соны салыстыр. Алтыншы, шекара қоя біл. Егер біреу сені тыңдамаса, сезіміңді елемесе, үнемі шаршатса, бұл шыдау керек емес. Бұл шекара қою керек деген белгі. Жетінші, өзіңмен байланыс орнат. Күнде өзіңнен сұра. Мен қазір не сезіп тұрмын? Маған не керек? Мен өзіме мейірімдімін бе? Сен мейірімді, ақ көңіл адамсың, бірақ оны ең алдымен өзіңе көрсету керек. Осымен видеомыз соңына келді. Лайк басып каналға жазылуды ұмытпа. Бұл жерде пайдалы, саған керек видеоларды шығарып тұратын боламыз.